Мен 2002 жылдан бері осы есептеуіш құралдарының саласында жүріп келемін. Магистрлік тақырыпты қорғаған кезде әлемдегі ең жақсы тәжірибені зерттедім. Қай елде осы мықты ақылды санау жүйесі енгізілген деген. Біз әлі күнге дейін шаршы метрінде төлейміз жылуды, байқасаңыз. Ол мәселені шешу керек. Неге мен шынымен көп төлеймін, суға көп төлеймін, светке көп төлеймін, неге екен деп біз сол жерде эксперименттер жасадық. Мен өзім қалада жүрген кезде көзбе-көз көремін, мына жерде 2 есе электроэнергиясын үнемдеуге болады деп. Мысалы, Қазақстанның азғантай абоненттері үшін үлкен территорияда 6 ойыншы белсенді. Бір-біріне үлкен бәсекелестік істеп жатыр. Яғни, қазір мен сырттан қараған кезде бұл бәсекелестік технологиялық дамуға алып келеді деген үлкен осындай менің үмітім бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздер энергия жолы подкастын тамашалап отырсыздар. Біз мұнда тұрақты энергетика жайлы әңгімелесеміз. Бүгін біз энергетикалық жүйелерді цифрландыру және бұл жолда ақылды есептегіштердің маңызы туралы сөйлесеміз. Бұл санауыштар электр жүйесін жаңартып, энергияны нақты есептеуге, сондай-ақ тұтынушылар үшін төлемдерді түсінікті әрі ыңғайлы етуге көмектеседі. Бұл жүйелер қалай жұмыс істейді? Олар шынымен де пайдалы ма? Оларды орнатқан елдер қандай қиындықтарға кездеседі? Бүгін қонағымызда Мади Ағыбаев, Риза Global компаниясының техникалық директоры. Энергия ресурстарын есепке алу және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық цифрландыру саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар маман. Мади мырза Қазақстанда ақылды есептегіштер жүйелерін әзірлеу мен енгізуге қатысқан шетелдік тәжірибені зерттеген және энергетика жүйелерін цифрландыру бойынша сарапшы болып табылады. Мади мырза, уақытыңызды бөліп бүгін келгеніңізге, қонаққа келгеніңізге үлкен рахмет сізге. Бірінші сұрақ осы ақылды санауыштар дегеніміз не, және олар дәстүрлі санауыштардан айырмашылығы қандай? Жақсылық мырза, ең алдымен сізге алғысымды білдіргім келеді. Осындай тамаша YouTube подкаст каналын ашып, оны жұртқа осындай мәселелерді көтеріп талқылап отырғаныңызға. Екіншіден, ең үлкен алғысым бұл осы қазақ тілді энергетиканы қазақша сөйлетейік деген идеяны қолдап, осы қазақша подкаст жазғанымыз үшін өте үлкен алғыс айтамын. Осы рахмет. Енді санауыштарға келетін болсақ, біреу есептеу құралы дейді, санауыш дейді. Бұл ақылды санауыш пен қарапайым санауышты алатын болсақ, арасындағы айырмашылығы енді ең бізге көз алдымызға келетін бірінші анау дискісі айналып тұратын үйдегі қарапайым санауыш, индукциондық дейді. Содан айырмашылығы енді сонымен салыстыратын болсақ, ақылды санауыш ол бірінші кезекте бүкіл өлшеген мәліметті киловатт болсын, метр куб болсын, гигакалория болсын, оны бәрі жадында сақтап, оны мәліметті ары қарай әртүрлі байланыс желілері арқылы, GSM болсын, LoRaWAN болсын, NB-IoT болсын, басқа да радио канал болсын, сол мәліметті серверге жібереді. Яғни оны бұрынғыдай аралап WhatsApp-қа жібер, немесе барып контроллер жүріп жазып алып, ондай болмау керек. Осын ақылды санауыш деп атаймыз. Осы жәнегі ақылды санауыштар осы энергетика жүйесінде ең басты бір қандай мәселені шешеді? Бірінші кезекте бұл әрине дәлме-дәл екі субъект арасындағы дәлме-дәл есептесу. Яғни біреу ақшадан ұтылмайды, біреу ақшаны жемейді. Яғни ортадағы дәлме-дәл есеп. Жаңағы жанармай құю станциясына келген кезде біз нақты бір санауыш тұрады, сол бойынша төлейміз ғой. Бұл жерде дәл сондай әр адамдардың арасында субъект жаңағы энергияны жеткізуші мен энергия сатып алу арасындағы есептесуде дәлме-дәл есептеп, еш қатесіз, қандай да бір ары-бері қулықсыз осын дәлме-дәл есептеу үшін қолданады. Енді біз әрқашанда Европа елдеріне қараймыз. Осы Европаны айтсақ, қай бір мемлекетте бір осы ақылды санауыштарды енгізген бір сәтті бір енгізген бір тәжірибе бар? Енді мен өзімнің тәжірибемді айтайын. Мен 2002 жылдан бері осы есептеуіш құралдарының саласында жүріп келемін. Практикадан өттім студент кезімде, одан заводта істедім. Сол кезде магистрлік тақырыпты қорғаған кезде әлемдегі ең жақсы тәжірибені зерттедім. Қай елде осы мықты ақылды санау жүйесі енгізілген деген. Сол кезде үлкен назарымды аударған бұл Италиядағы Enel деген үлкен энергетикалық компания бар. Солар Telega Store деген бір жоба бастап, 2000 жылдары қыруар ақша, миллиондаған евро жұмсап,
бүкіл өздерінің абоненттеріне, жеке тұтынушысы бар, коммерциялық тұтынушылар бар, бизнес тұтынушылары бар, солардың барлығына 30 миллион санауыш орнатқан. Яғни Қазақстан халқынан 2 есе, сол уақытта 2 есе көп санауыш орнатып жіберген. Оның нәтижесі басында, оны бастаған кезде басқа мемлекеттер кішкене сенбей, сенімсіздік көрсетіп, бұл қалай өзін-өзі ақтайды ма бұл ертең деп, сонда сенімсіздікпен қараған, бір жағынан мысқылдап кішкене да, сонша ақша жұмсап, мынаны істеп атқан бір түрлі екен деп. Бірақ кейін нәтижесін берген кезде біріншіден бүкіл шығындар нақты есептелетін болды. Жаңа коммерциялық техникалық шығындар дейді, бәрі түзелді, ол шығындар азайды. Әлі күнге дейін ол жоба жалғасып келеді, осы күнге дейін. Осы 2 жыл бұрын мен өзім болдым Италияда, өзім көзбен көрдім. Соны мен өзім бір мысал ретінде, бір үлгі ретінде соны алып, кейін Қазақстанда сол модельді Қазақстанға енгізуге тырыстым, бірақ ол сәтті шықты деп айта аламын. Ал былай орталық Азияны айтатын болсақ, бір орталық Азияда бір жақсы мысалдар бар ма? Орталық Азияда менің өзіме өте қатты ұнайтын көршілес, енді қазір көп айтылады ғой, ЛРТ жайлы болсын, басқа жайлы болсын, салыстырмалы түрде автомобиль құрылысы жайында. Енді мына санауыш саласына келетін болсақ, көрші Өзбекстан мемлекеті маған өте ұнайды. Себебін айтайын, біріншіден бұл мемлекеттік және акционерлік қоғам, Узбекэнерго деген, бұл біздің еліміздегі сияқты жекешелендіріп кетпеген. Энергетика саласы үкіметтің қолында. Генерациядан бастап анау таратуға дейін. Оның ішінде ГАК Узбекэнерго, оның ішінде 3 мекеме бар. Таратушысы бар, жеткізушісі бар, генерациясы бар дегендей. Солар мынау марқұм алдыңғы президенті кезінде де үкім өзі тікелей президенті қаулы шығарып, кейін кейінгі Мирзиёев мырза келіп, ол кісіде тікелей қаулы шығарып, бүкіл елде ақылды электр санаушыны орнатамыз, миллиондаған дана. Оны қаржыландыратын мекеменде анықтап, мемлекеттік жаңағы қолдау көрсетіп, миллиондаған электр санаушын, газ санаушын орнатты. Ол жерде маған тағы бір ұнайтын мәселе, жаңа қаулыда не жазылған? Халықаралық ережелер бойынша конкурс өткіземіз, бірақ Өзбекстанның өндірушілері сол халықаралық конкурстың талаптарына сай болу керек деген қаулыда жазылған. Қателеспесем 2018 жылы шыққан қаулы. Сол қаулыны оқып мен таңғалдым. Енді кейін 2019-да көп араладым, ковидқа дейін энергетиктермен, жаңағы Узбекэнерго, сол кісілердің НЭС, ұлттық электр желісі, сол кезде үлкен қызметтегілермен сөйлестім. Сол кезде таңғалғаным, бірінші кезекте ұлтжандылық, өздерінің өнімдерін қолдау, екіншіден қаулы ретінде соны шығарып, соны бақылап, соны нәтижеге дейін жеткізу. Енді ол кісілер қазір Қазақстан нарығына кіріп жатыр, өте белсенді түрде. Мен енді тағы да бір естігенім бар, енді рас өтірігін білмеймін. Кейбір санауыштар сол Өзбекстанда айтып отқан кезде жұмыс жасамайды деп, сол жоба ретінде 7,5 миллион санауыш енгізген деп естідім. Енді бөлейік, бұл мәселе рас, екіге бөлейік. Біреу электр, біреу газ. Электр санауыштарын алатын болсақ, ол жерде ақылды санауыш бұл мәліметті ұзақтан бір жаққа жібереді деген, басында айттық. Енді ол мәліметті жіберу үшін бірінші инфраструктура қажет. Осы ақылды санау жүйесін енгізген кезде ең көп қаражатты қажет ететін бұл инфрақұрылым. Яғни санауыштан серверге информацияны жіберетін инфрақұрылым, байланыс инфрақұрылымы. Ол әртүрлі канал болуы мүмкін, радио болуы мүмкін, GSM болуы мүмкін, NB-IoT, басқасы болуы мүмкін. Яғни басында енгізген кезде жобаны сол инфрақұрылымның дайын еместігінен ондай мәселелер туындады. Мысалы, абонент ақшаны төлейді, барып кассаға. Мысалы, осынша электроэнергия қолданды, киловатт сағат төлейді ақшасын, бірақ жарық қайтан қосылмайды. Неге? Өйткені байланыс жоқ. Сол инфрақұрылым дайын емес. Сол кезде өте көп шу шықты. Ол хабарларда бәр жерде бар, ашық информация, дұрыс айтасыз соны. Екінші мәселе ол газды алатын болсақ, ол жерде шетелдік европалық өндіруші өзінің сол жақта құрылыс заводын ашып, құрама заводын, сол жерде миллиондаған санауышты орнатты, газ санауышын. Ол енді Европадағы ол жылы мемлекеттердің бірі, ондай қатты суық болмайтын. Енді Өзбекстанға келіп қойған кезде әртүрлі нюанстар пайда болды. Өздері ескермеген, ойластырмаған. Яғни газдың қысымы көп, санауыштар істен шығып қалып атты. Немесе қатты суық ұрған кезде, осыдан 2 жыл бұрын, санауышта тұрып қалып атты, ішіндегі клапандары нелері жарамай.
Ондай бір уақытылы бір проблемалар ол кез келген ақылды жүйені орнатқан кезде болады. Біріншіден ол алдыңғы дайындық жұмыстарын пилотты режимде бір қарап дұрыс жасамағандықтан болады, немесе халық тарапынан халықпен қарым-қатынас құрып ақпараттық бұқаралық ақпарат көздері арқылы мәліметті халыққа жеткізбей, хабарламай бірден бастап кетіп, сондай бір мәселелер туындайды кез келген жобада. Жанаса, өзіңіз айтып отырсыз ғой, ақпаратты беру, мысалы ақпаратты счетчиктан, есептегіштен инфрақұрылымға тарату бойынша. LoRaWAN дедіңіз, GSM дедіңіз. Осының қайсысы бүгінгі күні сіздің ойыңызша ең жақсысы? Енді бұл әрине. Өйткені мен білетін бойынша GSM арқылы қазір көріп жатсыз, өзіңіз интернеттің құны күннен күнге көбейіп жатыр. Оны үйтіп былай айтқан кезде есептегіш үшін тағы да интернет төлейтін болсақ, ол өте орынды сұрақ, өте керемет сұрақ. Біріншіден, енді газ болсын, су болсын, электроэнергия болсын, әр салада өзінің ыңғайлы, экономикалық тұрған тиімді технологиялық тұрғыдан енгізу оңай, өзінің әрқайсының технологиясы бар. Енді электр санауыштарын алатын болсақ, бұл жерде қазіргі уақытта қолданылатын Powerline Communication дейді, PLC технология. Бұл жаңағы санауыштан мәліметті сымдар 220 вольт, 380 вольт желісі арқылы трансформатор қосалқы подстанцияға жіберіп, содан ары қарай информация жіберетін технология. Негізі желі жақсы болса, желіде қандай да бір ауқым болмаса, жаңағы шу болмаса, электр бағанағы помехалар болмаса, онда сол технологияны қолданған ең арзан. Бірақ қазіргі таңда техниканың көбеюіне байланысты әртүрлі сапасыз, сапалы техника пайда болғандықтан, ол технология сәл өзін өзі кішкене ескіріп баратыр. Екіншісі, бұл екі технологияның жинағы. Сымсыз жаңағы радио дейді, екінші PLC, екеуінің жиынтығы. Бұл әрине мынау қосалқы станциямен, подстанциямен санауыш арасындағы байланысты икемдеуге өте ыңғайлы. PLC технология сым арқылы алынмай жатқан мәліметті радио арқылы алуға болады. Бұл жаңа комбинированный дейді, екеуін қоса істелген технология. Бұл да қазіргі таңда қолданылатын технологияның бірі. Екіншісі, енді бұл сымды сымсыз комбинировать етілді, енді біріктірілді. Енді келесі LoRaWAN дейді. LoRaWAN бұл да лицензиялауға жатпайтын тегін радиоканал. Бұл электр саласында қолдануға сәл келмейді. Өйткені электр санауыштан алынатын мәлімет өте көп. Тек қана киловатт емес, ол жерде тоғы бар, ампері, жаңағы кернеуі бар, қуаты бар, архиві бар. Ол жерде LoRaWAN қолдану сәл қиындау. Сондықтан шетелдердің тәжірибесін қарайтын болсақ, LTE желісі дейді, яғни ұялы байланыс желісі арқылы мәлімет жинайды. Бірақ біздің Қазақстанның территориясы үлкен, халқы аз. Яғни трафик тұрғысынан алатын болсақ, бұл технология бір санауышқа есептеген кезде, шаққан кезде өте қымбат шығып кетеді. Сондықтан қазіргі таңда ұялы телефон, ұялы байланыс операторлары көбінесе өздері ұсынып, NB-IoT деген технологияны ұсынып жатыр. Енді тарифін ыңғайлап жатыр дегендей. Бір жағынан есептесеңіз, электроэнергиясының тарифі ұлғайып жатыр күннен күнге. Айлықты көбейту керек, контролердің бүйтіп бақылаушы, санауыштың барып көрсеткішін жазып жүргеннен бөлек. Оны есептесеңіз, одан бөлек шығындары бар әртүрлі. Электроэнергиясын заңсыз қолдану бар. Жаңағы былай ашығын айтқанда ұрлауы бар. Оның бәрін есептесеңіз, қазіргі таңда сол менің өзім инженер ретінде алатын болсақ, сол ұялы байланыс технологиясына көңілім көбірек жатады. Өйткені ол жерде онлайн режимде бірден мыңдаған санауыштан бірден информация жинап, оның балансын келтіруге болады. Баланс келтірген уақытта қанша шығын кетіп жатыр, қайсысы коммерциялық шығын, ұрлап жатыр, былай айтқанда магнит қояды, электр сұлбасын өзгертеді, схемасын дегенде, оның амалдары көп қой. Енді су газға келетін болсақ, ол жерде суда метр куб, газда метр куб, ол жерге жаңа LoRaWAN қолдану өте ыңғайлы. Сіз жаңа айтып жатсыз, Мади мырза, жаңа ақылды есептеуіштер электроэнергия жүйесінде су және газ. Ал жылу жүйесінде бұлар қолданылады ма? Енді жылу желісінде де қолданады. Бұл өте көп. Көршілес елде, Ресейді алатын болсақ, өзім жақында іс-сапарда болдым. Олар қазір жылу есептеу пәтерлерде, үйлерде жылу есептеу жағынан өте ілгері кетіп қалған. Біз әлі күнге дейін сол бір үй бір есептегіш деп айтамыз біз. Ол жерде әрбір радиаторға санауыш қойып тастаған.
оны технологиясы, методикасын бәрін есептеп қойған. Европада да қолданылады. Әрбір радиаторға қойып, іліп қоятын былай датчиктар сияқты. Иә, соны жабыстырып қойып, соған дейін есептеп жатыр. Европада да бар. Біз осы әлі күнге дейін, мысалы электроэнергетика нарығын алатын болсақ, көтерме сауда нарығында бізде АСКУЭ, оның ережесі бекітіліп қойған. Ал жылу энергетика салатын болсақ, осы күнге дейін, мысалы қазір жаңа үйлерді қарасақ, жаңа салынып жатқан көп қабатты үйлерді алатын болсақ, ол жерде санауыштар тұр, жылу санауыштар тұр. Оны сымға қосылып байланыстырып қойған, бірақ біз әлі күнге дейін шаршы метріне төлейміз жылуды, байқасаңыз. Сондықтан ол бір үлкен мәселе, ол мәселені шешу керек. Халық тарапынан қарасақ, осы халық осы ақылды есептегіштерге қалай қарайды? Бір қарсылық бар ма? Басымыздан талай тәжірибе өткен. Ескі санауыш пен жаңа санауышты алмастырған кезде ең үлкен басты ауыртатын мәселе бұл осы. Өйткені біріншіден анау ескі дискпен айналатын санауыш әбден ескіріп, дискісі айналмай, тоқты дұрыс санамайды. Немесе артық санайды. Көбі жағдайда ол дұрыс санамайды, өйткені ол дискісі әбден шаршаған. Сосын ақылды санауышты дәлдігі жоғары. Анау телефонның қуаттағышын салғанның өзінде есептейтін санауыштар бұл. Ақылды санауыштар өзі өте дәл есептейді. Сол кезде ең үлкен басты мәселе сол халықтың наразылығы. Неге мен бұрын 2000 теңге төледім, мен неғып 3000 теңге төлеуім керек деген сияқты туындайтын мәселе қарсыластығы осы. Екіншіден, орнатқан кезде бұл ақыл санауыштың, көп санауыштардың ақыл санауыштың функциясы бар, магнит. Магнитті жақындатқан кезде бұл өзі жадысында жазып алады да, мәлімет жіберген кезде мынау уақытта осынша минут, осынша сағат мына санауышқа магниттің әсері тиді деген функциясы бар көп санауыштарда. Сол кезде көп абоненттер осындай ұсталып қалып жатады. Бұрынғы ескі анау санауышты тоқтатқан әдетімен мына ақылды санауышты тоқтатқысы келеді, бірақ өкінішке орай ол бәрі білініп қалып жатады, ашылып қалып жатады. Сондықтан осындай наразылықтар болып жатады. Мади мырза, келесі сұрақ бір осы іс жүзінде жиі кездесетін сұрақтардың бірі, және өзіңіз де Өзбекстан туралы айтып өттіңіз. Осы біздің Қазақстанның нарығында шетелдік есептегіштер басым. Осы мәселе бойынша өзіңіздің бір пікіріңізді айтып өтсеңіз, өйткені бір жағынан бізде де отандық өндіруші бар. Осы мәселе туралы не ойлайсыз? Бұл енді тарихи бір енді өзім осы салада инженер болып та істедім, сауда-саттық жағынан да істедім. Сондағы менің жалпы байқағаным, бұл енді кейінгі кездері қазір кішкене өзгеріп келе жатыр, бірақ ескі уақытта кеңес үкіметінде шыққан зат мықты деген психология көп адамдарда. Яғни мысалы мен келіп отандық өнімді көрсетем, жанында сырттан келген өнімді көрсетем, мысалы көршілес елден, солтүстік көршімізден. Сол кезде көп ойлайды, мынау сапалырақ деп. Содан кейін көңілі сол жаққа, бүйрегі сол жаққа бұрып тұрады. Ол ескі психология әлі күнге дейін. Бірақ қазіргі кезде осы 4-5 жылда отандық өнімді қолдайық деген жақсы бір тренд бар. Сол үшін мен қуанам. Тәуелсіз сарапшы ретінде қалай ойлайсыз? Біздің қазақстандық өнімнің жаңағы есептегіштердің сапасы қандай? Қазір айтайын, нарықта белсенді түрде жүрген 6 осындай электр санауышының жеткізушілері бар. Оның 3-еуі кейбіреуі толықтай, кейбіреуі жартылай, кейбіреуі осылай осы өндірістерін Қазақстанға алып келген. Оның 1-еуі бұрыннан келетқан өзіміздің отандық өндіруші бар. Ал қалған 3-еуі бұл көршілес Ресей елінен келген. Сапа жағынан ешқандай бір кем артықшылығы жоқ. Бірақ бұл жерде қазір үлкен осындай 6 Қазақстанның азғантай абоненттер үшін үлкен территорияда 6 ойыншы белсенді. Бір-біріне үлкен бәсекелестік істеп жатыр. Яғни қазір мен сырттан қараған кезде бұл бәсекелестік технологиялық дамуға алып келеді деген үлкен осындай менің үмітім бар. Екіншіден, ол кісілерге осындай сәтті пайдаланып айтарым, біз қазір мысалы Қазақстанда шығатын LoRaWAN модемдерін қазақстандық өнім таза Алматыда шығады, Европаға экспорттап жатырмыз, экспорт шығарып жатырмыз. Өткен жылы 10 000 данасын саттық Польшаға. Ол технологиялық тұрғыдан өте дамыған европалық өндірушілермен бәсекелеске түсе алатын модем. LoRaWAN модем. Оның үстіне Европада бұл жақсы қолданылатын қазіргі тақта өте дамыған технология, кең тараған технология. Ал енді өндірушілерге айтарым, 3-еуі дедім ғой, оларға айтарым,
қазақстандық нарыққа тірелмей, осы жерде бір-бірімен бәсекелесіп, бір-бірімен таласпай, анау шетелдік нарықтың стандарттарына сондай үлкен бір мақсат қойса, сондай стандарттарға сай келіп европалық нарыққа бет бұрса, онда сапа жағынан да технология тұрғысынан да дамып кетер еді, бір-бірімен таласпай. Мади мырза, осы бүткіл Қазақстанда осы ақылды есептегіштерді орнатқан кезде бір басты бір қиындық бар ма? Басты қиындық қаражаттың жеткіліксіздігі, тарифтің төмендігі. Соңғы 30 жылда оны жасыратын ешқандай жоқ. Біз тарифті көтермейміз, әлеуметтік әртүрлі наразылық туындауы мүмкін деген осындай оймен соңғы жылдары, осы соңғы 30 жылда дейік, осы тәуелсіздік алғаннан бері тариф көтерілген жоқ. Оның үстіне монополистер де сәл-пәл дұрыс жолмен жүрмеді. Өйткені тариф инвестиция жасаймыз деп тарифті алады, бірақ толығымен қазір көп адамдар мені жақтырмай қалуы мүмкін, бірақ енгізген кезде әртүрлі бір келеңсіз мәселелерді жасады. Енді қазір өзгерістер еніп, мынау желілік компаниялар мүмкіндік алып жатыр. Сондықтан осы бір жақсы өзгерістерге алып келеді деп сенем, бірақ екінші жағынан енді жеке тұтынушы ретінде ол тарифтің көтерілуіне алып келеді. Ол да бар. Бірақ осы арада бір баланс таба білу, жағдай төмендерге қолдау көрсете білу деген сияқты осы мәселені бір баланс таба білу керек. Осы Қазақстанда ақылды есептегіштерді енгізу бойынша бір ең өзіңіздің ойынша ең жақсы тәсіл, бір тиімді механизм қайсы деп ойлайсыз? Енді қазіргі кезде инвестицияны тарифқа айырбастау деген қазір көп көтеріліп жатыр ғой. Сол енді қазіргі күні осы өзіміздің шынайы өмірдегі қолданылатын бір жақсы құрал деп ойлаймын. Бірақ ол жерде бәрі адал болу керек. Адал болған, қалай адал болу керек? Яғни көшеден кеше ғана құрылған бір компания емес, 10 шақты жыл тәжірибесі бар, мамандары бар, осы Қазақстанда енгізілген жобалары бар, сондай тәжірибелі кәсіби мамандарды тартып, тікелей өнімді шығаратын немесе тікелей өнімді жеткізетін компаниялармен жұмыс істеу. Өйткені арада бұрынғы осыдан 10 жылғы жағдай деп айтайын, арада делдал компанияларды кіргізіп, тарифті қорғап, арадағы делдал компаниялар мына жеткізушімен, зауытпен екі ортада делдалдық жасап, енді оны бәрі білетін мәселе негізі ол ашық информация. Аудиторлардың да айтатын сол неге осылай деп, неге тікелей алмады деген сұрақтар туындап жатады аудиторлар келген кезде. Осы болмай таза істеген болсақ, бұл өте жақсы бір инструмент. Екінші инструмент қазір Европада үлкен ауқымды бір көтеріліп келе жатқан жаңа бір инструмент. Бұл өте әдемі инструмент, ыңғайлы инструмент барлығына. Бұл жаңағы метринг as a сервис дейді, MaaS. Яғни мына жерде монополист бар, оның тарифі бар, мына жерде абонент бар, екі ортада үшінші компания бар. Бұл банк болуы мүмкін, басқа институт болуы мүмкін, желі операторы болуы мүмкін, кез келген мекеме бұл келеді да мына монополистке бір уақытта көп деген санаушыны орнатып береді. Енді мына мекеме не істейді? Бұл мекеме онлайн мына кісімен 15 жылға, 10 жылға келісім шартқа отырады. Мен саған дейді, осы 10 жыл, 15 жыл бұрын мәлімет сатам. Қызмет көрсетем. Ең нәтижесі ретінде мына монополистке, энергокомпанияға не керек? Оған санауыштың көрсеткіші керек. Болды. Қанша киловатт қолданды? Оған санауышты орнатып, оған қызмет көрсетіп, оны пломбысын салып, өшіріп, қосып, төлемегенін өшіріп, ол қыруар, ол мәселе, аны баста ортатын мәселе. Ол үшін бөлек структурасы бар. Инженерлер, жетекші инженерлер, программистері бар, қыруар адам бар, штат бар үлкен. Ал енді ол функция мына кісі атқарады. Мына кісі атқарады да бүкіл санауыштарына мәліметті жинап, мына екеуінің арасында келісімшарт бар. Жаңа сапа келісімшарты. Яғни 99% мен мәліметті ай сайын саған жеткізіп тұрам деген келісімшарт бар. Мысалы, SLA дейді. Мына кісі бұны басын қатырмайды. Бұл жап жаңа су жаңа санауыш алады. WhatsApp-қа ешкімге жібермейді, звондап ешкімге айтпайды, неғып мынау дұрыс емес деп ешкіммен айқаспайды. Бұл дәлме-дәл санаушын алады. Мына кісі OPEX
яғни тарифтің ішінде эксплуатациялық шығын деп мына кісіге төлейді. Мысалы бір санауыш көрсеткіш үшін, показания үшін бір белгілі сумманы орнатады. 15 жылда мына кісі 5 жыл, 6 жыл, 7 жылда өзінің инвестициясын ақтайды. Сосын ары қарай жыл сайын өзі пайдасын тауып отырады. Осы модель қазір Европада қатты жайылып жатыр. Мади мырза, осы жерде бір сұрақ туындап тұр. Осы электр жүйесін айтатын болсақ, осы ақылды есептегіштер бір қандай бір сіздің ойыңызша қандай әсер етеді осы электроэнергетика жүйесіне? Ең бірінші бұл жерде жаңа басында айтқандай бір-біріне нақты есептесу. Екіншіден, бұл ақылды санауыштың тағы бір функциясы бар. Оны ешкім айта бермейді. Бұл электроэнергиясының сапасын да бақылайды. Бірінші кезекте кернеуді көрсетеді. Бізде өзім басымнан өткен жағдай. Санауышты орнатып жатырмыз, ақылды санауыш. Кернеу, тоқ, қуатын есептейді. Активті қуат, реактив қуат бәрін есептейді. Орнатып жатқан кезде жаңағы абонент келеді де, қандай керемет, қайдан шыққан, осы жақтан шыққан, нені есептейді, неге анадан айырмашылығы қандай. Сосын ана экрандағы бүкіл мәліметті бүйтіп батырмамен айналдырып көрсетіп жатырмыз. Кернеу, былай. Кернеу қарасақ 170 вольт. 170 вольт. Сосын айтады, ал енді ақылды бір сондай бір білікті кісі екен абонент. Ал жақсы жігіттер, 170 вольт. Мынау санауыш реестрге енгізілген ба, заңдастырылған ба? Әрине заңдастырылған, заңдастырылмаса орнатылмаймыз. Жақсы. 170 вольт деген ГОСТың диапазонына кіре ма? Енді мен ана жақта енді алдай алмайсыз. Ана жақта менің жаңағы энергетикалық компанияның өкілі тұр. Мына жақта абонент тұр, ортасында мен қалып тұрмын. Екі түйенің ортасында. Мен айтам, әрине енді 170 деген ГОСТқа келмейді. Бұл заңдастырылған. Демек, мен мына санауыштың көрсеткішін энергонадзорға барып көрсетіп, мына кісілерге заңды түрде претензия жазалам ба дейді, шағым жазалам ба дейді. Мен айтуым керек шындықты. Мен инженермін бірінші кезекте. Әрине деймін. Ана кісі бүйтіп маған түртіп жаңағы нетпей ақ қойшы деп. Енді ымдап жатыр да. Енді мен айтуым керек ол жерде, менің міндетім. Жоқ деп үндемей кетіп қалсам. Сұрақ қойып жатса. Сұрақ қойып жатыр. Жақсы жігіттер, рахмет. Счетчиктерің жақсы екен. Содан шыққаннан үлкен жиналыс болып, жігіттер мынаны алып тастау керек экраннан. Сіздің санауыштарыңыз біздің басымызға бір үлкен бәле болайын деп отыр. Деген бір осындай бір күлкілі жағдай болған. Бұл енді ақылды санауыштың ең үлкен бір функциясы деп айта аламын. Өйткені енді әртүрлі жағдай болады. Желде апатты жағдайлар болып жатады, жел соғып жатады, сонда апатты жағдайлар болып жатады. Ол екі тұлғаның арасындағы әділдікке алып келеді. Бұл үлкен бір функция деп айта аламын. Үлкен мекемелерде типография болсын, басқасы болсын, апаттық жағдай үлкен шығындарға алып келуі мүмкін. Ақылды санауыш сол апаттық жағдай туындаған моментті өзі жадысына жазып қояды. Сол кезде ешкім жасыра алмайды. Яғни ол жаңағы энергия компаниясының желі сапасын көтеруге алып келеді. Екіншіден, ақылды санауыш қазір энергия компанияларының көрсеткіштері өзіңіз білесіз, SAIFI, SAIDI дейді, жаңағы қаншалықты уақыт. Ертең ақылды санауыштардың қосылып тұрған, өшіп тұрған сағаты бар, моточасы санайды. Оның бәрін жинап, ертең энергонадзорға есеп берген кезде SAIFI, SAIDI есептеуге мүмкіндік алады автоматты түрде. Бұл ақылды санауыш бір өзімен өзі тұрған бір сандарды көрсетіп тұрған деп ойлаймыз, бірақ ар жағын қарасаңыз үлкен мәселені шешеді. Мади мырза, бір келесі бір-екі сұрақ жобалар туралы болсын. Өзіңіз көптеген бір тәжірибеңіз бар, цифрландыру бойынша, осы есептегіштерді енгізу бойынша. Бір жақсы бір өзіңіздің бір енгізген жобаларыңыз бойынша айтып өтсеңіз. Ол көптеген Қазақстан қалаларында әртүрлі енгіздік. Оның біреуі Шымкент қаласында. Ең сәттісі сол ма? Ең сәттілердің бірі. Ең сәттісі деп айтпаймын. Ең сәттілердің бірі 2018 жылы, 2019 жылы ол кезде жаңа цифрландыру басшылары, осы салада жүрген кісілер, мемлекеттік қызметкерлер, біз мектеп, балабақшаларға су жағынан, электр жағынан көп ақша төлеп жатырмыз. Соның себебін анықтағымыз келеді. Олар өздері тендер жасап, сол жақта бір жергілікті компания ұтып алып, біз сол жұмысты жасап бердік. 2019-да тапсырдық, онлайн бәрін шығардық, бәріне тапсырып бердік. 2020 болды. Сол кезде көптеген мектептердің, балабақшалардың завхоздары жаңағы, олар бізге сұрақпен шығып, неге шынымен мен көп төлеймін, суға көп төлеймін, светке көп төлеймін, неге екен деп біз сол жерде эксперименттер жасадық. Сол кезде әртүрлі
Мектептерді алатын болсақ, краннан су шырылдап ағып тұрады. Енді ана дәрет сындыратын жерден де су шырылдап ағып тұрады. Кешке жақын күзетшілер свет өшірмей қояды. Сол кезде ақылды санауыштар барлығын сағат сайын қанша су кетті, қанша жарық кетті, бәрін онлайн шығарып тұрды. Біз сол кезде анықтап бердік. Былай айтқанда кешкі сағат 8-ден таңғы 8-ге дейін құрдан-құр жанып тұрады. Құрдан-құр. Бекерден жанып тұрады. Түнгі уақытта суды алатын болсақ, түнгі уақытта қолданыс азаяды, желіде қысым көбейеді. Желіде қысым көбейген кезде негізі ол реттеп қысымды азайту керек та негізі. Бірақ көп мектептерде қысымның, мысалы мектептің ішінде қысым көбейген кезде анау шыдамай тұрған андай мындай қысымға шыдамай тұрған ескі прокладка резинкалар бар, соның ішіне су ағып шырылдап, түнде біз сағат сайын көріп отырамыз. Кубометр түнде санасақ 20-30 мыңнан кетіп қалып жатыр кейбір үлкен мектептерде. Соның бәрін ашып көрсетіп бердік. Бір мектеп, бір балабақшада Гүлсім деген апайымыз айтты, мен эксперимент істегім келеді, толық жауып тастайын суды, толық жауып тастап көрейік деді. Бір сенбі жексенбі күні толық жауып тастадық, санауышты қарадық. Екінші жексенбі толық ашып қойып қарадық, сонда 92% айырмашылық. Сонда су далаға кетіп жатыр, түнде ағып жатыр. Электр жағынан келетін болсақ, жаңағы енді ол өз қалтасынан ақша төлемегендіктен оған қарайтын ешкім жоқ. Жарық қалып қалады түнде, жанын өшірмейді ешкім. Анау адамның келіп кеткен сезетін сенсор да жоқ, датчик дейміз, ол да жоқ. Сонымен осындай шығындар бар екенін көрсетіп бердік. Ең қызығы ковид, карантин, ешкім оқымайды, ешкім жоқ, бірақ свет жанып тұр, су ағып жатыр. Оны да көрсетіп бердік. Соны кейін Гарано дейміз, жаңа білім басқармасына хат жазып, осындай мәселелер бар, оның шешімі мынандай деп біз ұсыныспен шықтық. Соны әлі күнге дейін мысал ретінде айтамын. Одан кейін Атырауда да істеген жобаларымыз бар, Қызылордада істеген жобаларымыз бар. Көптеген қызық жобалар, оны айта берсең көп. Күтілген нәтижелерге жетпеген жобалар болды ма? Әрине ондай да болды. Енді онсыз болмайды. Бәрі идеальны, бәрі керемет деп айту өтірік болады, шыны керек. Біріншіден, жоба енгізілмес бұрын алдыңғы аудит, бүкіл обследование дейміз, соны қарап шығу керек екен да. Ол маңдайыма қатты тиді, қаражат түрінде тиді маңдайыма. Алдын ала тексермей, ол объектінің бүкіл үлкен қаланың объектілері, оны алдын ала тексермей, орнатылатын жерін тексермей, қандай нюанстар болуы мүмкін, соны тексермей барып, былай айтқанда қарапайым наура істеп кеткен бір жоба. Кейін басымызға қатты тиді, бірақ соңында оны түзетіп жеткіздік, бірақ қаражат тұрғысынан өте қатты тиді. Екінші мәселе, бұл енді ол жобаға қатысы жоқ. Көп тапсырыс берушілердің көбінесе мемлекеттік органдардың осы жобаны енгіздік, осы мәңгі осы жоба істеп тұра береді деген қателік. Оның сервисі бар, кез келген техника, машинамыздың майын ауыстырамыз, фильтрін ауыстырамыз, сүзгіштерін ауыстырамыз деген сияқты да. Ол кез келген техника, оны қарап тұру керек, оған қаражат бөлу керек. Сервисі бар, жаңағы байланысы бар, арасында келіп тексеріп тұру керек, гайкаларын тексеру керек, қосылуын тексеру керек. Мысалы, электр санаушыны алатын болсақ, уақыт өткен сайын анау винтін мысалы анда-санда бұрап тұру керек, ол пугеде де бар, қатайтып тұру керек деген сияқты. Ол енді қазіргі кезде көп қате, сол бір орнаттық, сол бойы мәңгі бойы істеп тұрады деген қате. Келер жылы система істеу үшін қаражат жоқ. Оған біз бөлінбеген, қарастырылмаған. Сонымен ол жүйе көп жағдайда қалып жатады, әп-әдемі жүйе. Мадин мырза, мен өзім Фейсбукта да көріп тұрамыз, жаңа өзіміз айтып өттік, Алматы энергетика институтының өзіңіз қамқоршылар кеңесінің мүшесісіз. Өзіңіз тәжірибеңізбен бөлісіп отырасыз. Біздің мысалы секка жобасы да осы білім, әртүрлі білім бастамаларын қолдайды. Осы студенттермен жұмыс істеу сіз үшін, өзіңіз үшін қалай маңызды, не үшін маңызды? Бірінші кезекте мен бұның алдыңғы бастамасы тарихын айтып берейін. Мен үшінші курста оқып жүрген кезде сол энергетика университеті, ол кезде институт еді, қазір университет болды. Сол үшінші курста оқып жүрген кезде өзіміздің кафедра меңгерушісі, ол кісі марқұм Сайман мекемесінің директоры Тәжікенов Сағын Оразалы деген кісі. Сол жерге бір 10 шақты студентті алып барды. Жаңағы жаздық тәжірибе, жаздық практика, тәлімдеме. Соған алып таныстыруға апарды. Сол кезде сол кісі Тәжікенов мырза өзі жаңағы тіл білетін, шет тілін білетін, жақсы оқитын кісілерді өзім таңдап алам. Сол кісілерге шәкіртақы төлеймін деп. Сол кезде таңдап алды. Сол кезде сол басы содан басталады негізі. Сол кезде студент, өзім үшінші курстың студенті, әлі 2 жыл оқимын. Сол кезде өзі ай сайын
кәдімгідей қомақты бір шәкіртақы төледі, стипендия. 2 жыл бойы мен кәдімгідей әжептәуір стипендия алып жүрдім. Сол жерде практиканы өттім. Практика өткен соң ол кісі мені жұмысқа алды. 5-ші курсты бітіріп, маман болып инженер деген дипломды алған кезде мен дайын маман болып жаңағы мекемеге кірдім. Сол жерде 13 жыл қызмет еттім. Сол кезде ол қаныма сіңді, анау жақсы тәжірибені көрдім, ағамызға алғысым шексіз. Одан кейін өзім енді өстік, кәсіп аштық. Қазір табысымыз бар. Университетте қамқоршылар кеңесі болып, жаңағы жағдайы нашар, өзін өзі жағдайын жаңағы қамтамасыз ете алмайтын кісілерге ақша бөліп, сол жерде көмектесеміз. Бір жағынан оқу процесіне қандай ұсыныстарымыз бар, қазіргі нарықта қандай мамандықтар жетіспей жатыр, қандай адамдардың қабілеті қандай жетіспей жатыр. Студенттер оқып шыққан кезде біз оны шақырып практикаға алып, жаздық практикада білгеніміз үйретеміз. Мен сияқты ол жерде кісілер көп. Сол университетті бітірген, 70-ші жылдары бітірген кісілер бар. Олар да қаражаттарын бөліп, уақыттарын бөліп, осындай тәжірибе алмасып отыр. Бұл еліміздің энергетика саласының, осы инженерия саласының мамандарын дайындауға өте маңызды деп өзім солай ойлаймын. Сол ұстанымды өзім ары қарай дамытуға, жалғастыруға тырысамын. Керемет, шыны керек. Бұл жерде бір айтып өтетін бір мәселе бар, өйткені көрермендеріміз үшін. Мысалы, Мади екеуміз бірінші танысқан кезде біз жаңағы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінде, қазір көлік министрлігі дейміз, соның ғимаратында пилоттық жоба енгізген едіңіз, жаңағы Сайман компаниясымен біріктесіп, бүткіл осы 32 этаж бойынша 44 есеп құралын қойып, соны энерго менеджменттің қарап, электроэнергия қаяққа жұмсалатын деген сияқты осындай бір кезінде Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының қолдауымен сіздің қолдауларыңызбен бірге іске асырған едіңіз, оны біздің көрермендер біліп отырсын. Сонымен қатар одан кейін біз сізбен көп деген мәселелерді сөйлестік, ақылдастық, былай айтқанда сіздің ұсыныстарыңыз көп болды. Бір мәселе, сіз осы есептегіштермен қатар жарықтандыру, көше жарықтандыру жүйесінде де жұмыс жасадыңыз. Осы қалаларда көше жарықтандыру бойынша қандай бір мәселелер айта аласыз? Бұл енді 10 жыл болды, 2014-тен бері айналысып келе жатырмыз. Параллель түрде, жаңағы санауыш бір жағынан, екінші жағынан жарықтандыру. Жарықтандыру мәселесі бұл өте қазіргі таңда күрделі мәселелердің біреуі. Бюджет қаражатын көп жеп қоятын, осы үлкен мен басымды ауыртатын, жүрегімді, қабырғамды қайыстыратын, жүрегімді ауыртатын мәселелердің бірі. Өйткені мен осы құрылыс министрлігі сол кісілермен бірігіп, өзіңіз кезінде қызмет еткен. Сол жерде бірігіп бір статистика жинадық. Сонда бір көрген қызығымыз айтайын. Бір қаланың 4 районы 44.600 шамы бар. Алматы облысының 44.600 шамы бар. Мына қаланың 4 районында тариф 30 теңгенің ар жақ бер жағы. Мына Алматы облысының тарифі 40 теңгенің ар жақ бер жағы. 44.600 шамның мына қаланың 4 районында, 4 ауданында 90% жарық диод шамдар, яғни жақсы үнемдейтін шамдар. Мына жерде 44.060%, 44.600-дің 60% LED шамдар. Яғни LED шам саны аз Алматы облысында. Тариф жоғары. Саны екеуінің бірдей. Сонда мына жерді қарасақ, мына жерге кететін электроэнергияның мөлшері 1.9 есе мына жақтан көп. Мен сұрақ қоямын, неге? Осы жердегі қала әкімнің орынбасарына осы бағытты жауапты кісіге кіріп, бүкіл аудан әкімдерін жиналыс өткіздік. Ал енді неге бұлай? Кім айта алады? Сол кезде ешкім білмейді. Ауданда қанша жарық көзі бар? Нақты. Қанша шкаф бар басқаратын? Әйтеуір ақшаны төлеп жатыр. Шығын кетіп жатқанын біледі. Эксплуатация шығанын біледі, электроэнергия шығынын біледі. Ал жақсы деймін, қанша шам бар? Нақты сіздің районыңызда. Қанша шкаф бар? Санауышта ай сайын анализ жасап қарап жатсыз ба? Онлайн көре аласыз ба? Сізге монополист счетты беріп жатыр, сіз үндемей төлеп жатсыз ба? Неге эксплуатация шығаны сонша көп? Осының бәрін сұрақ қойған кезде, әрине ол аудан әкімдері өте қатты ренжіді маған шыққасын. Сіз неге осы мәселені бізбен келіп талқыламайсыз? Неге оны бірден қала әкіміне шығарасыз? Неге осы хатты жазасыз, неге ол суреттерді көрсетесіз? Ең қызығы, мен ол фактыны суретке түсіріп алдым. Біз комиссия ретінде шығып, бір шкафты аштық, 6 шкафты аралайық дедік. 6 шкафтың бірін ашқан кезде
көше жарғының шкафында қосымша бөтен жалғау суретке түсіреміз, датасымен суретке түсіріп аламыз. Жігіттер, мынау ұят болады, бюджеттің ақшасы, мынаны өшіру керек. Осындай келеңсіз жағдай бар. Өзіміздің Алматы қаласында да көп 10 жыл болды хат жазып жүргеніме әртүрлі әкімдерге. Ол жерде жарық мекемесі жақтырмайды, айтқан шындықты көргісі келмейді. Мен өзім қалада жүрген кезде көзбе-көз көремін, мына жерде 2 есе электр энергиясын үнемдеуге болады деп, мысалы. Осыны тыңдайтын құлақ болса, тыңдайтын құлақ бар. Кейбір енді ол тыңдайтын құлақ болмаса, біздің жаңағы жұмысымыз жүрмейтін еді. Оны енгізіп жатқан өңірлер бар, оны атын атап түсіндемей қояйын. Оны бар енгізіп жатқан. Біздің кәсібіміз ұлғайып келе жатыр. Жылдан жылға онда енгізетін кісілер көбейіп келе жатыр, Құдайға шүкір. Түсінетін жаңа технологияны енгізейік деген өңірлер көп. Бірақ осындай қыруар ақшаны көрмей, бюджеттің ақшасы ғой деген сияқты осындай ат үсті қарап, ана технологияны қорқып, тиімсіз қолданып, оны жауапкершіліксіз әшейін бюджеттің ақшасын ысырап қылып жатқан өңірлер де бар. Енді президентіміз айтты ғой, кішкене үнемдейік, кішкене затянуть пояса деді ғой. Енді осыған келтіреміз деп, менде амалды көп негізі. Тыңдайтын құлақ болса, ол амалдарды айтуға дайын. Мадин мырза, сізге үлкен рахмет. Бүгін бізге қосылып, біздің осы студиямызда жақсы бір әңгіме жасадық. Осы есептегіштер бойынша, көше жарықтандыру бойынша. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға. Bir жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Көп кісілердің бір пайдасына тиер, жақсы мәлімет алады деген үміттемін. Рахмет. Рахмет үлкен сізге.